Temmuz'un 30 yılına arnalgan Tevhissizlik Genç Savaşı Cumhuriyeti Kanunu sayesinde hoş geldiniz. Tevhissizlik en baş tapınmalığımız, tevhissizlik en halkımızsız, beylik türlü kol jetkizgene keyin gana elimizni әлемнің өркениетті мемлекеттері қатарына қоса алды. 30 yıl içinde tevhidsiz Kazak elini kalklaştırıp bарлық ең өткелдерден аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанның діни дидарындары ең мықты мемлекеттер тарихында сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашанда айтып өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орнынан ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарып қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Жұбан Молдағали ақын айтқандай, өткеніңді еске алсаң өскеніңнің белгісі, өткеніңді ұмытсаң өшкеніңнің белгісі деген екен. Балалар, тәуелсіздік деген сөзді қалай түсінесіңдер? Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымнан алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, ташкентті тілім менің. Кейде дүниеге түгілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан делер. Отты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отау менен. Түтін түтеп өз өмір көбере бер, немерелер көбейсін шөбере бер. Жадыңа ұсыра жақсылық күтпе дейсін, от емес оқысырасаң менен егер. Үш бақытым бар алақанда, мені мұндай бақыттар жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанынан, Атырау Алтай Алатауға. Сен де арманда едің-ау, мен де арманда. Сол арманға қол жеткізсең арманмын ба? Өзімізде өзімізді таба алмай, адасқан бастан